Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Whippy Pie тортын пісіретін боламыз. Өте әдемі, нәзік, қазіргі хит торттардың бірі десек те болады. Оригинал рецептпен. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Достар, бізге тортымызға керек заттың барлығы тұр. Ең алдымен біз мына табамызды өлшеп алу керекпіз. Қанша? Бұл менде 146. Бізде тестаны сосын өлшегенге керек болады. Минусовать етіп тастаймыз. Енді бізге жұмыртқа, оған қантымызды салып миксерлейміз. Аттена бақ көпірік болғанша миксерлейміз. Жылдамдығын көтереміз. Достар, біз мына миксерлеп болғанша шоколадымыз бен майымызды ертіп аламыз. Және де жұмыртқаға дүз салуды ұмытпаңыздар. Бізде міне дәл осындай аппақ көпірікті жұмыртқамыз солай болып шығу керек. Енді осыған шоколадымызды араластырамыз. Но бірақ та осындай венчикпен араластырамыз. Мына көбігіміз жатып қалмау үшін. Миксермен араластырмаймыз. Және менде електен өткізілген ұн, какао, разрыхлитель. Осыларды қазір саламыз. Ең бірінші шоколадымызды құйып аламыз. Дәл осылай араластырамыз. Және де мына ұнымызды 2-3 бөліп саламыз. Астына жоғары қарай алып араластырасыздар. Соңғысын енді қосамыз. Осыны тағы да жаймендеп араластырып аламыз. Бір қалыпты болмақ. Дәл осындай біздің тестамыздың несі дайын болды. Достар, міне дәл осыны енді өлшейміз, весіға қоямыз. 1057 болып тұр. Осыдан ең басындағы мына ыдыстың салмағын азайтамыз. 146-на азайтамыз. Бізде 911 грамм болады. Және оны 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлгенде 227 граммнан. Әр коржға 227 граммнан, но 225 граммнан солай есептеп 4-ке бөліп пісіретін боламыз. Дәл осылай қағазға біз сызып дайындап алдық. Мен бүгін 23 диаметрмен пісіретін боламын. Қағазға сызып, карандашпен сызып, осылай белгілеп алсаңыздар да болады сіздерде. Енді осыған тестамызды салатын боламыз. Енді осыған тестамызды құйып, әдемілеп тұрып жайғастырамыз. Сосын 180 градуста қарап тұрып, 7 минутта пісетін болады. Дәл осылай мен сияқты жайғастырып алып, духовкаға саламыз. Міне мен барлық қоржықтарымды пісіріп алдым. Енді міне сіздерге көрсетейін. Осылай піскен қоржықтарыңызды ровно осылай құйып аласыздар. Әбден суығанша қоржға крем жағуға болмайды. Сол үшін де әбден суытып аламыз, сосын барып крем жағамыз. Енді крем жасайтын боламыз. Бізге алдын ала салқындатылған, біздің ыдысымыз да, миксердің басы да салқындатылған болу керек. Және де сливкиіміз 33%-дан жоғары болу керек. Оның барлығы холодильникте тұрған салқын күйінде пайдаланамыз. Енді біз сырларды саламыз. Және сахарный пудрамызды саламыз. Ары қарай сливкиімізді құятын боламыз. Біз сливкиімізді алдын ала әбден шайқаймыз. Түбін, барлығын осылай шайқап, бірінші барлығын құймаймыз, бізге қажетті сливкиді. 1-200 граммдай құйып аламыз. Сосын миксерлеп, ары қарай қалған сливкиімізді құятын боламыз. Енді осыны миксерлейміз. Араластырып алды, қоюлатып, енді қалған сливкиімізді құятын боламыз. Мінекей біздің креміміз дайын. Қараңыздар. Енді осыны тортымызды жинайтын боламыз. Енді тортымызды жинайтын боламыз дәл осылай. Дәл осылай кремін жауып аламыз да, сосын келесі қоржды қойып, тура осылай жасап шығамыз. Біз тортымызды жинап болдық. Енді ең соңғы шоколадын ертіп, бетіне құятын боламыз. Достар, ең бірінші мынандай шетінен бастаңыздар. Сол кезде жақсы шығады. Шетін барлығын жабу керекпіз. Осылай барлығын бірінші құйып шығамыз. Енді міне ортасына құйып, барлығын тегістеп жағып шығамыз. Дәл осындай әдемі біздің тортымыз шығады. Бетін өз қалауларыңызша жеміс жидекпен, немесе печеньемен, шоколадтармен өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады.
Дәл осындай біздің әдемі міне тортымыз шықты. Мынаның барлығы бізде жабылып тұру керек. Осындай оригинал біздің тортымыз өте бай.